Суретті PNG түрде қалай ала аламыз және арқы фонға әдемі түсу үшін суретті қалай фейбалға болады автоматты түрде. Сайт керек, remove деген сайт, осылай кіреміз, remove bg деп жазамыз. Осы сайтқа кірген автоматымыз қиып беретін болады. Экстаз загрузить изображение, медиатека. Мысалы осы сумканы қиятын болсақ, скачать дегенді басамыз. Міне суретті бізде кәдімгі қиып берді. Открыть деп тұрады, мына жерде открыттың үстін басып, жоғарыда сохранить изображение деген бар, соның басамыз. Студио приложение кіргенде өзіңізге ұнаған фонды алып, мысалға сол фонның үстіне қоюға болады, әдемі көрсету үшін. Плюс батырмасын басып, транспарент или ақ фон таңдайсыз, любой бежевый фон таңдадым. Қиылған сурет соңғы болып шығады. Текст бөлімін жазып, сумка деймізде, өзіңіз скетчте болған қазақша шрифттер осылай шығады, әртүрлі болып. Осынан стайл бөлімінде соңғы cursive бөліміне басамыз. Соңғы бөліміне сумкаға әдемі етіп қоюға болады, осылай қозғалтып.